1905 жылы қарқаралы петиция жазылады. Авторлары Міржақып Дулатов, Әлихан Бөкейханов және Ахмет Байтұрсынов. Сол кездегі қазақтың арыстары тайға таңба басқандай етіп қағаз бетіне мына дүниені түсіреді ағайын. Біз қазақ, мұсылман халықпыз және бүкіл әлем бізді мұсылман деп қабылдасын дейді. Сол кездегі қазақтың батырларының қазіргі таңдағы кейбір бауырларымыздан айырмашылығы және артықшылығы. Дін ислам, діңгегіміз екенін білді олар. Бірақ қазақтың ата салтына, мәдениетіне, әдет ғұрпына қарсы шыққан жоқ. Қазақтың киелі домбырасын харам деп, сәлем салуды қате деп шайған жоқ олар. Шеттен, басқа жақтан қазаққа жат идеологияны алып келіп, арамызға тықпақшы болған жоқ. Керісінше, қазақтың тектілігін күллі әлемге таныта білді. Өкінішке орай қазіргі таңда арамызда кейбір бауырларымыз жүр, қазақтың мәдениетін мүлдем менсінбейді, қазақтың салт дәстүрін аяққа таптайды, домбыраны харам, астафиралла, сәлем салуды харам деп жүр. Сол бауырларымызға жауап бере кетейін. Қазақта астафиралла деген сөз жоқ. Қазақта Құдай сақтасын, Алла сақтасын деген сөз бар. Қазақта харам деген сөз жоқ, қазақта арам деген сөз бар. Және о бауырларымыздың ең сорақысы, намаз оқымайтын мұсылманның бәрін кафир дейді. Кімнің шын кафир, кімнің шын мұсылман екенін бір Алла ғана шешеді. Аллаға шүкір бәріміз мұсылманбыз, бірақ өзіміздің кім екенімізді, мәдениетімізді ұмытпайық, аман болайық.